Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен шайыр туралы сөйлесетін боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әлі талай қызықты, пайдалы ақпараттар болады. Алдында айтып кеткендей, мына эпоксимонкс фирмасынан осы бір зергерлік шайырын қолданып бастадым. Нәтижелер өте жақсы. Мысалы, басында менде қолданғанда Корей маркаларын және европалық маркаларды қолданып көрдім. Ең соңында осы фирмаға тоқталдым. Өйткені олар бұл шайыр иісі жоқ, сәл иісі білінеді, бірақ жұмыста сізге кедергі болмайды. Ал эпоксидтік шайырлар көбінесе екі компонент, яғни А, Б қосылған кезде улану процесі жүреді. Сол кезде иіс бөлінеді. Сол иістің адам ағзасына кішкене қауіпі болуы мүмкін. Егер сіз аллергияға жақын болсаңыз, онда ондай заттарды қолдануға кеңес бермес едім. Ал бұл фирманың шайырлары люкс шайырлар қатарына кіреді. Жұмыстары көп шеберлер осы фирманы қолданады. Өзім 2 жылдай бойы осы фирманы қолданып көргеннен кейін 100% сеніммен айта аламын, сапасы жақсы екеніне. Және бұл компоненттер осы краскалармен араласқан кезде өте жақсы нәтиже береді. Бұл шайырлар сіздің жұмыстарыңызға өте қолайлы шайыр. Су, мұз және шыны имитациясын өте жақсы береді. Өте қолданылуы өте оңай. Сапасы өте жақсы. Осы соотношение бойынша екі компонентті ауыстырамыз. Ал енді қазір біз эпоксидтік шайырды қолдануға кірісеміз. Негізі осындай силиконды форманы қолданған дұрыс болады. Өйткені бұған құйған кезде, мысалы, өте ыңғайлы, араластырғанда ыңғайлы, және эпоксидтік сыналы шайыр кепкен кезде бұл силиконды ыдыстарға, формаларға жабыспайды. Кепкен кезде оны қайттан тазалап алып тастауға болады. Байқаймыз, 4,49 грамм. Көбейтеміз 0,36-ға. Сонда біз 1,6 грамм, немесе 1,7 грамм 1,7 граммды отвердитель, яғни қатайтқыш компонентін қосуымыз керек.
Енді бұл екі компонент қосылғаннан кейін оны жақсылап араластыруымыз керек. Негізі осындай таяқшалармен араластыруға болады. Көп шеберлердің пайымдауы бойынша бұлар аз көпіршіктерді тудырады. 5 минуттай осылай асықпай араластырып аламыз. Сонымен қатар смоланы осындай таяқшалармен араластыруға болады, бірақ бұлар көпіршіктерді пайда болуына келеді. Біздің үшін смола бұл керек емес. Осындай сушы таяқшаларын қолдануға болады. Силикон таяқшалар да болады, бірақ олармен араластыруға өте ыңғайсыз, өйткені олар жұмсақ болып келгендіктен майысып, екі компонентті дұрыс араластырмауы мүмкін. Басында бұл смола сіздерде осындай байқасаңыздар, мутный болып тұрады. Бетінде перламутры бар сияқты. Міне, байқасаңыздар. Толық араласқан кезде бұлар мөлдір су сияқты болып тұру керек. Біз 5 минут осылай араластырамыз. Және араластырған кезде осындай қабырғасында, ыдыстың қабырғасын осылай қырып өтеміз. Өйткені отвердитель, яғни қатайтқыш, көбінесе осы қабырғаларында оседает. Байқасаңыздар, шайырымыз кішкене мөлдір түске айналып келе жатыр. Мен мына шайырды араластырып болдым, түсі мөлдір болды. Енді байқасаңыздар, кішігірім көпіршіктер бар. Енді біз бұл көпіршіктердің кетуін күтеміз. Кем дегенде бір 10-15 минут. Міне біздің шайырымыз уақыты өтті. Енді осы шайырды екі ыдысқа бөлеміз. Бұндай жұмыста одноразовый стаканды да қолдануға болады. Өте ыңғайлы, тастауға қолданып тастап жіберуге болады. Енді мен бір бөлігіне қара бояуды қосамын, екінші бөлікке ақ бояуды қосамын. Енді бояу қосқаннан кейін бұны да жақсылап араластырып аламыз. Біздің бояуымыз ішіндегі шайырдың
қабырғадағы жабысқан шайырлардың бәрімен араласу керек. Өйткені сіз бұл бояуды основаларға, фурнитураға құйған кезде кейбір фурнитурадағы құйылған бояу шайыр біреуінде қара түсі қанық болады, немесе әлсіз боялған болуы мүмкін. Сол себептен бұдан да жақсылап араластырып аламыз. Түбін қырып, жан жағын қырып, жақсылап араластырамыз. Байқасаңыздар, мұнда көпіршік бір-екеу ғана бар, шамалы. 99% жоқ деп айтуға болады. Бұл өте жақсы нәтиже. Мысалы, мен тез араластырып жатқанның өзінде де көпіршіктер жоқ. Бұның бір себебі екеуі бір фирмадан, шайыр да, бояу да, және осындай дөңгелек таяқшалар. Ал егер де жалпақ таяқшаны қолдасаңыздар, көпіршігі көп болуы мүмкін. Ал енді мен қазір ақ түсін қолданамын. Қанық ақ түсті шығу үшін жақсы қосу керек. Өйткені қазір біз араластырғаннан кейін бұны байқаймыз, аз ба көп екенін. Өйткені мына қабырғасындағы түбіндегі шайыр дұрыс араласпауы мүмкін. Енді бұл екі ыдысқа біз тағы да бір 5-10 минут береміз. Уақыт өтуін қарап отырамыз. Өйткені мысалы ақ түсте көрініп тұр, көпіршіктер бар екені. Солардың кетуін тағы да күтеміз. Бірақ көп уақытты өткізіп алмаңыздар, өйткені бұл отвердитель, яғни қатайтқыш қосылғаннан кейін яғни қоюлану процесі жүреді. Сол себептен 5-10 минуттан кейін міндетті түрде қараймыз. Егер көпіршіктері бітсе, оны біз жаңа фурнитурамызға құя береміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар.